Қайырлы кеш. Конституцияның жаңа жобасындағы билік құрылымының өзгеруі. Бұл туралы бүгін біз Аманат партиясы Қарағанды облыстық филиалының төрағасы Бекзат Қомарұлымен әңгімелесетін боламыз. Қош келдіңіз. Диана, бүгін арнайы сұхбатқа шақырғаның үлкен рахмет. Жалпы бүгін біздің Қазақстанда бір ғана әңгіме, бір ғана ән, бір ғана жыр деп айтуымызға болады. Қонаққа барайық, ауыз ашарға барайық, немесе бір кездесуде болсақ, осы конституция жайлы сұрақтар қойып жатқан халықтың көп сұрағын естіген сайын, бұл жаңалықты ел күткен екен ғой деген мен көңіліме ой түседі. Біз осыдан кейін не болады деген кеше күні ғана бір сұрақ қойды. Бұл жаңа конституциядан кейін ел жаңа қоғамға бет бұрыс, бәріміз жаңарамыз деген сияқты ойымыз айтып жатырмыз. Шынында конституцияның бірінші бабынан бастап соңғысына дейін оқып шыққан қарапайым халыққа барлығы тұшымды, орнықты, түсінікті тілмен жазылған. Бұрынғы конституция қарағанда өте көп салаларда өзгерістер бар. Жаңа өзің айтып отқан биліктің өзінің басы, қазақта сөз бар ғой, енді басы дұрыс болу керек. Сондықтан жаңағы біздің басты заң шығаратын орнымыз, парламенттің орнын жаңадан басатын құрылтай, одан кейін жаңадан билікке келетін вице-президент лауазымдары, бұның бәрі бір жақсылықтың, жаңалықтың, бір жақсылықтың бастауы деп есептеймін. Жақсы, бірақ өзіңіз енді көріп отырсыз ғой, бұл жылдам түрде қабылданып жатыр да? Соншалықты жылдам түрде қабылдайтындай не түрткі енді біз кейде ойлаймыз жылдам деп, бірақ біздің бүгінгі мемлекет басшысы міне Алла қаласа 2019 жылдан міне осы мәселені айтып келе жатыр. Ең бір керемет жақсы маған ұнаған сөзі білім, ғылым, мәдениет, инновация деген ұғымдар бірнеше мәрте айтылды. Соң конституцияны қарап отырсаңыз, біздің осыған дейін конституциямызда міндет деген сөздер көп айтылатын еді. Енді біздің құқыларымыз әрбір Қазақстан Республикасының азаматының құқықтары айқындалып берілген. Ал енді сол біздің әрқайсы өзіміздің құқымызды біле тұрып, ал ол құқымызға мемлекет кепіл болатындай заңда анық көрсетілген. Сонымен қатар жаңадан енгізіліп жатқан құрылымдар бойынша жақсы мәселелер берілді. Мысалы, жаңағы сіз айтып отырған біздің жаңағы биліктің бір тармағы саналатын басты заң шығарушы органымыз, ол енді бұрынғы екі палаталы парламент. Біз осыған дейін халық екі палаталы парламенттің ол Қазақстанға қажеттілігі шамалы деген ол айтылып жатқан эксперттердің, ғалымдардың мәкірі осы міне өзің дәрежесіне жеткен секілді. Сонымен жаңа 20 қаңтарда Қызылорда қаласында өткен құрылтайда Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы осында жаңағы алдағы болатын парламенттің жаңа атауы құрылтай болатындығын сол кезеңде халыққа жария етті. Сонымен қатар екінші мәселе ұлттық құрылтайды тарату жөнінде сол өзінің миссиясын толығымен орындады деп оны таратты. Сонымен қатар біздегі Қазақстан Халқы Ассамблеясы өзі 30 жылдық тарихын міне бәрін саяқтап, оның да таратылатындығы жөнінде жаңа үкім айтып, оның орнына жаңа мемлекеттік кеңесші орган халық кеңесі құрылатындығын сол құрылтайда айтқан болатын. Енді бұның барлығы президенттің аузынан шықты. Бұл енді іске асу керек, және бұның барлығы заңды тұрғыда ол уже халық керуге. Сондықтан бұның енді халық кеңесі де құрылтай да конституциялық орган болғандықтан бұл біздің конституциямызда басымдылық алуы ол заңдылық. Құрылтай демекші, кешіріңіз. Басында мына ең бас кезде сол жаңа жобаның жаңағы ең басқы үлгісі шыққан кезде құрылтай деген сөзді көрген кезде мен біртүрлі қарадым. Расы керек. Парламент деп құрылтай деп өзгертудің қажеттілігін, енді ол халықаралық термин, барлық жерде парламент болып қалады деп. Бірақ енді екінші жағынан одан кейін ойланып келе қарасам, шынымен де ол ұлттық құндылық. Біздің енді конституциямызды қарап отырсаңыз, ұлттық құндылықтарға басымдылық берілген. Сондықтан біз бұған қайта құрылтай деп айтқан уақытта басқа мемлекеттер ертең парламент деген бүкіл әлемдегі ортақ термин, біз оның ішінде оқшауланып құрылтай Қазақстанның
құрылтайы заң шығару деп отқандықта ертең біздің де жаңағы тілдік ерекшеліктеріміз әлемдік жаңағы терминдердің қатарына қосылып жатады. Оны жаңа келген құрылтайдың төрағасы деген мәселе, құрылтай депутаты деген мәселелермен келген уақытта бұл енді қанша дегенмен бір сөздің өзі бірнеше мәрте айтылғаннан кейін оған құрмет болғандықтан ол біздің жаңа қарапайым халықта бұл уже сөздің мәніне, мағынасына мән береді, және басқа ұлт өкілдеріне де бұл үлкен жақсы дүние болады. Біз осыған дейін кірме сөздерді көп байландық, терминдерді. Мысалы, қарап отырсақ, біздің қазір мемлекеттік тілімізде көптен кірме сөздер өте көп. Біз оларды сән ретінде, мода ретінде көп пайдаланып, бір соны қоспасақ сөзіміздің бір несі кірмей қалатындай сияқты болдық. Бір ғана мәселені айтқым келеді. Мен бірде тіпті имам моллаларға да бір ескерту жасаған. Сендердікі не акцент? Сендердің біз қазақтан араб болмайды ғой. Араб мүмкін, қазақ болуы мүмкін. Сондықтан біздің мәшәллә, бісміллә деген сөздердің біздің өзі қазақтың жақсы сөздері. Бір трендке еліктегілер келеді барлығы. Сол, бізде сондай қызық. Біз сол енді біздегі бір қандағы бір қасиет соғы бір ұқсағымыз кеп тұрады. Сол бір жақсы нәрсені жапсырып алғымыз кеп тұрады. Содан бір өзімізді артық сияқты көрсеткіміз кеп тұрады. Лексиконға қоспағымыз кеп тұрады. Содан біз одан кейде өзіміздің кедейленіп бара жатқанымызды білмей қап жатырмыз. Біздің не бір. Ал мына құрылтай деген сөз бәлен ғасыр, бір ғасырдан бері ұмытылып бара жатыр еді, құрылтай қайтадан келді. Жаңағы осы 5 құрылтай өтті, 5 жыл бұрын болса, оның алдында ұлттық кеңес болды. Ұлттық кеңестің негізінде ұлттық құрылтай құрылды. Сонда мен ойлаймын, біздің бүгінгі конституцияның жаңа редакциясының қабылдануы сол соған 2019-20 жылдардан басталған дайындық. Міне Құдайға шүкір, біз соған жеттік. Біздің жаңағы ақылмен, оймен, әр жылдардағы жасалынып келе жатқан, айтылып келе жатқан ойдың барлығы жаңағы талдау жасалынып отырып, зерделей отырып, осыған алып келді деп есептеймін. Парламенттің атауынан бөлек, парламенттің өзінің де құрылымы да өзгерейін деп тұр, иә? Міне осы жерде сізге сұрақ. Ал өңірлердегі мәслихаттардың тағдырлары қалай болмақ? Депутаттардың да тағдырлары қалай болмақ? Олар қалай? Енді қазір біздің конституциямыз қабылданғаннан кейін сайлау туралы заң қайтадан жаңа редакциясы қабылданады. Егер де сайлау туралы заңда жергілікті басқару органдары саналатын маслихаттарға ол заңға біздің конституциямызға ешқандай қайшылық келтірмейтін болатын болса, онда осы маслихаттар өзінің жұмысын әрі қарай жалғастыру құқығынан айырылмайды деп есептеймін. Сондықтан өзінің мерзімі келгенше ол болады деп есептеймін. Ал егер де жаңағы сайлау туралы заңға өзгерістер еніп, жергілікті басқару органдары ауысып жататын болса, онда заңның шеңберінде ол да тарап кетуі ықтимал. Сондықтан бұл алдағы заңдарға байланысты. Енді конституция басты заң өзгергеннен кейін салалық заңдардың барлығына өзгерістер енгізілетіндігін біздің халық білу керек. Бізде жаңа халықпен кездесу кезеңінде көптеген ұсыныс пікірлер айтылып жатыр. Конституцияда мынау жерге аны деп. Мысалы, 1-9 екінші тармағы бойынша да үлкен әңгімелер болып жатыр. Ертең мысалы осыған дейін тең қолданылады деген сөзді қатар деген сөзге ауысты. Бұл да бір ептеп, бұл да уже қозғалыстың барлығы, елдің назары. Енді жаңағы осыдан кейін тіл туралы заңға да өзгерістер енгізіледі деп есептейміз. Сонда осы халықтың айтқан ұсыныс пікірлерінің барлығы сол салалық заңдарда көрініс табады деп есептеймін. Вице-президент лауазымына тоқталайықшы, иә? Бұл жерде президент өзінің жарты құзыретінен айырылғалы тұрған жоқ па? Президент жарты құзырынан айырылғалы тұрған жоқ. Бұл өзінің әлеуетін күшейту. Және алдағы уақытта өмір бар жерде әртүрлі жағдайлар болады. Президент сайлауға түсу керек болып қалады. Президент қысқа мерзімде демалысқа кетуге байланысты болады. Президентіміз адам болғаннан пендеміз денсаулығы. Осы кезеңде біздің мемлекет иесіз қалмау керек. Яғни президенттің орнын алмастырып, уақытша соның лауазымын жалғастыратын адам керек. Ал енді кейде әлемдік шарлар екі болып қалады. Мысалы,
бір мезетте сол кезеңде сыртқы шаруалармен айналысуға да президенттің орнына баратын тұлғалы керек қой. Мемлекеттік қоғамда жан жақты әлемдік. Бұл алдағы уақытта мен ойлаймын, вице-президент деген оға керу арқылы президент өзінің әлеуетін арттырады, жәнегі қоғамда үлкен адамның бір-біріне деген сенім. Бізде жаңағы адамдар да өзі біреу орынбасары келсе де қорке бастайтын заман бар ғой. Бізде наоборот, бұл бізде үлкен қоғамның бір жақсы көрсетілетін бағыт бағдар деп есептеймін. Сондықтан кез келген адам президент, вице-президент екеуінің арасындағы үлкен бір-біріне деген құрмет біздің халқымыздың кез келген тақырыптан алып шығуға қызмет жасайды деп есептеймін. Әр жаңашылдықты қолдайтындар да бар, және де оған қарсы шығатындар да бар. Ол заңдылық қой енді, иә. Мынау қазір енді әлеуметтік желілерде көріп жатсыз, қарсы шығып жатқандар, олардың хақылары. Енді жалпы бәріміз бір үйде 10 баламыз, пікіріміз бірдей болмайды енді. Сол жаңағы 5 саусақ, 10 саусақ бар, әрқайсының өзі орны бар. Соны сияқты бәрін бірдей болыңдар, осын бәрің осын жақтап кетіңдер деп айтуды, ол дұрыс емес. Ол дұрыс емес, иә. Біз кез келген айтыста, тартыста, ұсыныста өзі бір жақсы шындық көрініс тауып жатады. Кейде бір келіспей отырасың да артынан ойланып қаласың ғой. Жаңағының пікірі негізі. Теріс пікірде ол да жақсы. Ол да жақсы. Пікір бар жерде ол қоғам дамиды. Ол жаңағы әр адамның түсінігі де әртүрлі. Мүмкін ол бір-ақ рет оқиды. Бізде жаңа пікір айтып жүрген көп азаматтардың көбісі сол оқымаған, жаңа құлақпен естіп, әрі қарай қорытып алып жүргендердің көбісі пікір бар. Өткен сіз осыны оқыдыңыз ба, оның несін оқимын, мен естіп жатырмын ғой деп жатыр. Ол түсінікті дүние ғой деп. Түсінікті ғой деп. Сондықтан жаңағы кейбір адамдар әртүрлі айтады. Мысалы, бір ғана мәселені айтқым келеді. Біздерде жаңағы мені көп адам сөгіп, әлеуметтік желіде 200-ден астам просмотр болды, 2,5 мыңнан астам пікір. Оның астында пікірлерді алсаң, одан кейін не асылы бөлуің керек, не атылы бөлуің керек, не суға секіріп кетуінде жағдай. Біздің халық өзі буллингке өте жақын тұрады, құмармыз. Жаңа бір қыз әдемі шықса, тәйірай, біреу күнақ қапты ғой деп әңгіме айтамыз ғой. Бір әртіс әдемі болып шықса, оны да айтамыз, бәленшесін тастап, бәленшесін тейіпті. Немесе бір жаңа өзің сияқты әдемі журналист қыздар шыға келсе айтамыз, несіне сылаңдап жүр деген сияқты. Сондай нәрсе. Оның ішінде не болып жатқан ешкім білмейді, сыртымен ғана. Сыртымен жаңағы сынап, жаңағы ажайып тұр адамның жанына тиетін. Содан кейін ойлаймын, ойыңды айтсаң опасызсың, сырыңды айтсаң санасызсың, ақылыңды айтсаң ақымақсың. Сондай әлеумет желі. Ең соңында жаңа қарап отырдым да, менің өзім туған апам бар, мен оқып жүрегім, сен оқыма дедім. Оқыма. Енді ол да жаңағы туған болғаннан кейін уайымдайды ғой, неге сөйтіп жатыр деп. Сонда сол сияқты кейде жаңағы айтқым келеді, біреуге пікір айтатын кезеңде ол өте дұрыс, өзіне қарау керек. Адам өзім не істеп жүрмін деп ойлану керек. Бірақ ол жақсы ғой, теріс пікірді қаптатып сізге берген, өйткені публикацияңыздың рейтингісін көтеріп жібереді. Содан кейін мен ойладым, бір жағынан дұрыс та шығар. Бұл есту керек шығар. Мен алдағы өміріме бұның бәрі керек болатын шығар деп. Сіз қызық болған соң ғана жазып отыр ғой, сіз қызық болмасаңыз. Содан жаңағы қараймын, бұрын просмотр дегенге мен өзім қатты қарамайтын. Сөйтіп қарасам жаңағы бір астан келіп тұр, сізде 200 мыңнан астам просмотр, охват такая большой деп жаңа сөйлеп, ойбай деп қарасам, шынында солай. Бірақ астындағы пікірді қарасам, жаңа сан қилы пікірлер, бірақ оның бәрімен де келісуге болады. Келісуге болады, иә. Ешкімге әр адамның пікірі ол. Мен солай едім деп айтуға болмайды. Бірақ мен осы конституциялық реформа жөнінде комиссияның құрамында болған уақыттағы ішкі тартыстар, ішкі пікірлер, оның бәрін сыртқа жария етпейсің. Қаншама ғалымдар отыр, қаншама қоғамға әр қайсымыздың пікіріміз. Тіпті жаңағы 9-ның 2-ші бөлігіне келген уақытта мен былай деп айттым, қажет болған жағдайда мемлекеттік тілмен қатар пайдаланса қалай болады, осына кіргізсек деп.
содан кейін қарап жақсы қабылданды деп бір кезде екінші редакциясы ұсынылған кезеңде қарап отырса жаңағы қатар деген сөз енгізілген екен. Соны сіздің пікіріңіз. Мен айттым, бұл қатар деген сөзде қажет болған жағдайда мен синонимдас келеді, сондықтан мен бұған келісем деп сөйледі. Ал енді оны кейбіреулер ол жаңағы тең мен қатар сөзін синоним деп талас тудырып жатыр. Мен айтам, қатар бәріміз қатар тұра отырамыз ғой, бірақ тең емеспіз ғой деп айтам. Мысалы, президиумға біз мемлекеттік тілді шығарып қойдық. Ол мемлекеттік тіл. Ал енді қатарда тұрған тілдер өз аудитория қажет етсе, трибунаға шығады, қайтадан ойнайтады отырады ғой. Ең аяғы осылай түсіндіруге тура келіп жатыр да. Сонымен бұл да бір 10 жыл өткеннен кейін, бір ұрпақ ауысқан уақытта біз мемлекеттік тіл деген проблемаға келмейтін сияқтымыз. Себебі осыдан 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл бұрынғы мемлекеттік тілдің жағдайымен бүгінгі жағдайды салыстыруға келмейді. Біз бүгін 65-70% мемлекеттік тіл сондайға жетіп қалдық. Бірақ біз көп жағдайда Ресейден, басқа ұлт өкілдерінен деп өзіміз жаңағы көреміз. Басқа ұлт өкілдерінің ешқандай өкпеленіші жоқ. Оларда бір ғана мәселе ғана бар. Бізге қалай болады? Мен айтып жатырмын, наравне. Сіздер қазақстандықтар деген сөз бар емес пе? Содан кейін мен айтамын, сіздерге ешқандай ущемление жоқ, сіздерде ешқандай кемсіту жоқ. Біздің конституциямыз ұлтаралық келісім, ол сіздердің салт дәстүрлеріңізді, тілдеріңізді дамытуға ешқандай кедергі келтірмейді. Конституцияның 3-ші бабының 9-шы бабында ол көрсетілген. Деп уже жаңа келісіп жатыр. Мен айтам, ваши внуки, дети же говорят на казахском, они лучше говорят деп қояды. Тогда зачем вам бояться деп. Уже соңға қарағанда, уже бір 10-15 жылда біз енді сол 90-95% қазақша сөйлеп кетеміз ау деп отырмын. Мемлекеттік тіл. Ал мемлекеттік тіл ол әркімнің өзі отбасынан жақсылап берік байлану керек. Отбасының тілі, семьяның тілі, қазақ тілі болған уақытта мемлекеттік тілдің тұғыры биіктей түседі. Енді қазір де бізде қоғам қазақшаға тәуірленіп келе жатқан. Соны айттым. Ал енді біз енді мен айтам, біздің өзімізден ғой. Біз жаңағы өзіміз таза ауылдың адамымыз. Үйге немереміз келсе, это моя внучка деп жаңа өзіміз айтамыз. Немерем десең, тісіміз қисаққа, тісіміз түсіп қалмайды ғой елімізге. Соны жаңағы, сондықтан әр ата-ана бар, әже бар, қоғамдағы аға әні болып жүрген өзіміз бар. Сол өзі мемлекеттік тілді орнымен дұрыстап пайдалансақ, бұл біздің жететін жетістігіміз өте орасан зор болады. Әйел мен ер адамның теңдігі жайлы, бізде мына қазақта сөз бар ғой, әйел адам ер адамнан бір саты төмен тұру керек деген. Ол сөзбен де келісесіз ғой? Келісемін. Ал енді заңдық тұрғысынан қараңыз. Заңдық тұрғысынан. О бастан негізі біздің шариғатта да, ислам діні болсын, басқа да болсын, әйелдің артықшылығы да, теңдігі де бәрі айтылған. Біздің салт дәстүрімізде де солай. Тек жаңағы әлгі ер азаматтың бағасын көтерейік деген мақсатта жаңағы бір саты төмен деп айтамыз ғой. Бұл енді бір кезде. Ол тек қана философиялық тұрғыдан ба? Бір кезде жаңағы айтылып кеткен әйелдің шашы ұзын, ақылы қысқа деп алайналып келген уақытта. Ол да кемсіту емес па? Ол да кемсіту болған, кемсіту болған шығар еді. Бірақ мен ойлаймын, кез келген отбасының жаңағы жадырап тұрған отбасы, өсіп тұрған азаматтың артында ақылды әйелдердің тұрғанын ұмытпауымыз керек. Біздің қоғам әйел ананың ақылымен, қыздың көркімен өсіп келе жатқан қоғамымыз. Сондықтан әйелді кемсітуге, әйелдердің біз жаңағы орнын алуға ешкім, біздің заңның өзі қазір оған орын бермейді. Сондықтан біздің конституциямызда да, заңдарымызда да бұл әйел адамға деген құрмет ерекше көрсетілген. Өйткені бұны қабылдауда уақыт, өйткені жаңағындай әйелдерімізге жасалып жатқан отбасылық зорлық, зомбылықтың өзі мысалы жан шошырлық болып кетті. Сондықтан бұл біздің енді 15-нен кейін мен қоғамда адамда өзгереді дегенім, конституция жаңа заң, ол бәрібір соған алып келеді. Ертеңгі күні вице-президент әйел адам болуы да мүмкін ғой енді осыған қарағанда. Болса оған қуану керек. Әйел адам жүрген жерде бейбітшілік жүреді, әдемілік жүреді, әсемдік жүреді, достық жүреді, мейірім жүреді. Әйел кең ойлайды. Сонда оған
қорықпау керек деп есептеймін. Жалпы менің өзім кейде ойлаймын, бір мезгіл біз мына қоғамды әйелдерге берсек, әйелдер бәрін орын-орнына қызың жиған жүгіндей қылып реттеп дұрыстап береді деп. Жаңағы кейде жаңағы біздің азаматтарымыз басқарып отырған мекемеге барамыз да, қыздарымыз басқарып отырған мекемеге барып, екеуінің жаңағы ойлау шеңберін қарасаң, қазір біздің қыздарымыз басқарып отырған олардың идеясы, олардың ойларының көк жиегінің кең екендігін көріп, ерекше таңғалып қайтасың. Осы жерде ақпарат, мына кеше ғана шыққан ақпарат, демократиялық институты ғылыми зерттеу қауымдастығының сауалнамасына сәйкес қазақстандықтардың 70% референдумға қатысуға ниетті екен. Ал қалған 30%? Енді ол 30% әлі ойлану үстінде деп есептеймін. Біздің енді, мен әлі 5 күн уақыт, 5 күн дейікші, 4 күн уақыт қалды, Құдайға шүкір, ойланар. Дегенімен де өзінің азамат екенін сезінген адам барып келісетіндігі, келіспейтіндігін білдіру керек деп есептеймін. Ең басты біздің қоғамда мынандай бейқамдықтан арылуымыз керек, арылтуымыз керек. Сонда біздің сайлау әділ өткізу үшін әр адам өзінің даусына өзі ие болу керек қой. Қарсы болсан да келді, қарсы болсан да келіп қарсы болып дауыс беріп кет. Сен келмей қалсаң, өзі сөйлемей қалған сөз жаман дейді ғой, айтылмай қалған ой жаман дейді. Сол сияқты келді, қарсылығынды білдіріп кет, не солда келді. Содан кейін өзіңді еркін сезін азамат есебінде. Ертең кез келген жерде өзің еркін отыруыңа мүмкіндік болады ғой, басыңды бұғып отырғаннан гөрі. Мен дауыс берген, мен қарсы болғам. Маған сол кезде ұнамаған деп айтасың. Осы суретіңе түсіріп ал, ана бегелі қарсы болған жеріңді. Содан кейін өзіңе дәлел болу үшін. Мысалы сондықтан біздің ол 70% деген көрсеткіште жаман емес. Дамушы мемлекеттердің ішінде 70%, халықтың 70% дауыс беруге барам десе, ол да үлкен жеңіс. Жоқ, дауыс беруге бару керек міндетті түрде. Қарсы болсан да, мейлі қолдасан да, шынымен де рас. Енді бұны жалпы халықты конституцияда отырғанымыз халықтың ұсыныс пікірлерінің бәрі алынды ғой. Мысалы, біз 24 қаңтардан бастап кірістік жұмысқа. Сол кезеңде 2000-нан астам ұсыныс болды, өтініш. ЕГО бойынша, порталдар бойынша келіп түскен. Ал енді біз 30 қаңтар күні бірінші редакциясы жарияланғаннан кейін 1/7-нің ішінде 10 мың. Сонда ойлаңыз, ол халық бейқамдық танытып отырған жоқ. Қазір халықтың ішіне барамыз. Халық қазір конституцияға келісетіндігін айтады, өздерінің түсінбеген тұстарының сұрағын қояды. Мысалы, біздің Қазақстан әлеуметтік мемлекет қой. Мысалы, бір ғана мәселені айтуымыз керек. Қазір адамның тұрғын үймен қамтылуына, оның тұрғын үйінен құқынан айыруға ол соттың шешімімен ғана. Біз осыған дейін оларды жаңағы әлі немене жеке сот орындаушы үйден қуып шықты, банк келіп қуып шықты, нотариусте келіп өзің әлімжеттігін жасады. Енді оған түбегейлі уже тоқтау салынды. Сонымен қатар жаңағы банк несие береді, несиесі төленбей қалса, ол адам бүкіл жеке есеп шотын бұғаттайды. Содан түскен қаражатын бәрін енді әлеуметтік жәрдемақыдан түскен ақылардан ол кредитті погашение жасауға болмайтындығы заңда көрсетілген. Ал енді содан кейін мысалы қарап отырсаңыз, біз осыған дейін айтып келе жатырмыз, алаяқтық деп. Интернетте енді цифрландыруға байланысты біздің қаншама деректеріміз сыртқа шығып кетті деп олапшы. Енді жекелеген адамның өтініші болмайтын болса, екінші, үшінші тарапқа оның жеке данные беруге тыйым салынған. Реттеледі деуге сенімдісіз бе? Енді осы уже заң тұрғаннан кейін, ол заңға бағынады ғой, кім болса да. Өз заңның алдында конституцияның заңға уже орындамаған адам, ол біздің мемлекеттің халық жауы болып атылу керек. Кейде сізге құзырлы біздің органдарымыз әлсіз деп ойламайсыз ба осы тұрғысынан цифрландыру жағынан? Енді кез келген енді қорғалу уже бізде заңмен міне қорғалды. Енді оны қорғанышты күшейту құрылымдарға тікелей байланысты. Енді олардан тікелей сұрады. Осыған дейін біз ашық тесік жаттық қой. Енді есікті қымтап, терезені жауып, әр нәрсені орнына қоюымыз керек.
біз енді талап етеміз оларды. Енді әр адам өзі талап етеді. Енді сіз өзіңіз бар талап етуге құқығыңыз бар. Сен менің конституциялық құқыма қол соқтың, енді соған жауап бересің заңның алдында. Мен заңға беремін. Мысалы, биыл мысалы, халық кеңесі деген жаңа ұғым кірді. Адвокатура жаңадан кіріп жатыр. Мысалы, құрылтай кіріп жатыр. Мысалы, бірнеше баптар кіріп жатыр. Енді халық кеңесі жайлы жұрттың көбісі енді қалай мүше боламыз деп, мысалы, соған жүр. Енді оның да мысалы өзіндік конституциялық құқы бар, үлкен кеңесші органға айналып отыр. Ертең халық кеңесі жеке заң қабылданады. Соның барлығы қоғамдағы үлкен өзгерістердің бір жақсылықтың нышаны деп айтуға хақым бар. Бұл конституциядан кейін Қазақстан түбегейлі өзгерістерге ұшырайды, және бұл конституциялық реформа бұл Қазақстан жасалып жатқан реформалардың шарықтау шегі деп есептеймін. Енді біз осыдан кейін енді осы жасаған өзгерістердің жемісін көретін халге жетуіміз керек қой. Одан басқа айтарым жоқ. Өйткені біздің қазір барлық деңгейде өзгерістер келе жатырмыз. Халық та өзгере бастады. Осыдан 10 жыл бұрынғы қазақ пен бүгінгі қазақ салыстыра алмайсың. Ой да өзгерген, сана да өзгерген, талғам да өзгерген, бәрі де өзгерген. Ал уже қоғамның, өмірдің жаңа сұранысына сай жасалынған конституция халыққа ұзақ қызмет жасайды деп есептеймін. Бекзат Құмарұлы, келгеніңізге көп рахмет, әңгімеңізге көп рахмет. Сау болыңыздар.